Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызға қош келдіңіздер. Әдебиет сабағы 5-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы мысалмен өрілген көп ойлар. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ол халықты оқуға шақырған, ағартушылық жұмыстар жүргізген. Қазақ ауылдарында орысша, қазақша мектеп ашып, балаларға сабақ берді. Қазақ балалар үшін оқу құралы, тіл құралы, әдебиет танытқыш атты оқулықтар жазды. Араб әріптерінің негізінде қазақ алфавитін жасады. Маса өлеңдер жинағының авторы. Өлеңдері қазақ салты, қазақ қалпы, жиған терген, досыма хат, тағы басқалар. Абай дәстүрін жалғастырып, мысалдар жазған. Крылов мысалдарын қазақ тіліне аударып, 40 мысал деген атпен жинақ шығарды. Ал енді балалар, Ахмет Байтұрсынұлы кім деген сұраққа жауап беріп, мына диаграмманы толтырайық. Ал енді балалар, жауабымызды тексеріп көрейік. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Жазушы, әдебиет танытқыш, тіл құралы сынды бірнеше еңбектердің авторы екен. Ақын, қазақ салты, жиған терген, қара бұлт сынды бірнеше өлеңдердің авторы екен, өлеңдер жазған екен. Тіл білімінің негізін салушы. Араб алфавитінің негізінде қазақ алфавитін жазған екен. Және де тілге қатысты көптеген еңбектер жазыпты. Аудармашы деп айтуға болады екен. Өйткені Крыловтың шығармашылығынан, яғни мысалдарынан бірнеше мысалдар аударған екен. Ол 40 мысал деп аталатын еңбегі бар екен. Ағартушы, қоғам қайраткері екен. Ал енді балалар, мына сұрақтарға жауап беріп, бірлесе жауабын іздеп көрейікші. Мысал дегеніміз не? Аллегория дегеніміз не? Бұл әдеби теориялық ұғымдар. Қанекей анықтама беріп көрейік. Мысал дегеніміз шағын көлемді, оқиғалы, адамға сабақ боларлық, тәрбиелік, тағылымдық мәні бар шығарма екен. Көбіне аң, хайуанат, жәндік туралы жазылады екен. Сол арқылы адам бойындағы мін, әлеуметтік ортадағы кемшілік сықақпен сыналады екен. Оның идеясы астарсыз, ашық, тура, мірдің оғындай өткір, шымшыма, шымыр келеді екен. Ал енді балалар, аллегория дегеніміз грек тілінен аударғанда пернелеп айту, яғни жан-жануарларға адам мінез құлқының сипаттарын беру. Мысалы, түлкі қулықтың белгісі болса, арыстан зорлық, озбыр, қасқыр болса қастық, қоян қорқақ, су жүректің белгісі екен. Ал есек ақымақтықтың белгісі екен. Қанекей балалар, сіздерге түсінікті болды ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Өздеріңіз де осындай мысалдар келтіре аласыздар ма? Қанекей, айта қойыңыздар. Енді балалар, Ахмет Байтұрсынұлының «Адамдық диханшысы» өлеңін оқып танысайық. Қанекей, барлығымыз бірге мәнерлеп оқимыз. Адамдық диханшысы. Бізге өлең түсінікті болса, мына сұрақтарға жауап берейік. Қанекей,
Ақын өлеңді неліктен адамдық диқаншысы деп атады? Диқаншы деген кімдер? Диқаншы мен адамдық диқаншысы өлеңінің арасында қандай байланыс бар? Бұған 5 минут уақытымызды бөліп, осы сұрақтарға жауап берейік. Ендігі орындайтын тапсырмамыз балалар, 3-ші тапсырма кітабымызда берілген. Ахмет Байтұрсынұлы мысал жанрын кімдерден аударған? Бағанды толықтырып, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Шығарма авторы, аударылған шығарма атауы. Ал қанекей, жылдамдатып дәптерімізге жазып алайық. Үйге 4-ші тапсырма. Кітабымызды ашып, 4-ші тапсырманы тауып қарайық. Егер түсініксіз болса, сұрауларыңызға болады. Ал балалар, сабағымызды аяқталды. Сабақ саған ұнады ма? Сен үшін не қиын, немесе не оңай болды? Сабақтың соңында қандай әсерде болдың? Осы сұрақтарға жылдамдатып жауап берейік. Сау болыңыздар балалар. Сабағымыз аяқталды.